Сәлеметсіздер ме, YouTube достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін WhatsApp-тағы сурет пен видео галереяға сақталмау үшін не істеу керек екенін көрсететін боламын. Алдыменен сіздер көрмес бұрын мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісетін болыңыздар. Ал кеттік. Мен мысалға мына үш қоздың жақсылары деген чат, бізде жаңа үш қоздың жақсылары деген жерді басамыз. Жоғарыда файлдарды көрсету деп тұр. Мен мына жақта өшіріп қойғам. Осы чаттан жүктеп алынған жаңа медиа файлдарды құрылғы галереясын көрсету керек па деп. Егер керек болса сіздерге галереяға шығып тұрса я дейсіздер. Мына астындағы да галереяға шығып тұрса я дейсіздер. Егер галереяңыз шықпасын десеңіздер жоқ дейсіздер. Сосын окейді басасыздар. Сонда сіздерге мына суреттер сізге галереяңызға түспейді. Жаңағы ішіндегі орын алмайды, телефоннан орын алмайтын болады. Мінекей тағы да бір чатты көрсетіп берейін сіздерге. Мінекей біздің чат өңкей әйел кісілер, жаңағы дос келіншектер отырады. Үстін басасыздар. Файлдарды көрсету дегенді басасыз. Мына жақта мен жоқ деп қойғам. Мінекей. Егер сіз галереяға сақталмасын десеңіз, жоқ деп басасыз да окей дейсіз. Егер я сақталсын десеңіз, стандарт я немесе я деген басасыз. Егер галереяңыз толмасын десеңіз, мінекей жоқ, окей, болды. Мына суреттер сізде сонда галереяға шықпай тұрады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.